Ассалаумағалейкум, алаш үмітін арқалаған ардақты азаматтар. Бүгін Тұлғатану қоғамдық жобасының ерекше қонағы Қазақстанның КСРО-ның халық әртісі, аты аңызға айналған Асанәлі Әшімов мырза келіп отыр. Көңіл-күйіңіз қалай аға? Жақсы, рахмет. Аға, мына өзіңіз білесіз, Атырау жерінде Рахымжан Отарбаевтың үлкен фестивалі өтіп жатыр. Сонда Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевтың өзі келіп, арнайы қатысуда. Осыдан туындайтын сұрақ, қазіргі әкімдер халыққа қаншалықты жақын? Жақында бар, алысы бар. Әкімдер әртүрлі, облыс әртүрлі. Өнерге, поэзияға жақын әкімдер бар. Ақын жанды дейді ондайды. Өнерді жақсы көретін. Енді табиғат солай берген. Енді біріншіден бір кресло адамды өзгертеді. Біреуді мүмкін жақсы жаққа қарай өзгертеді. Ондайлары бар, ол бірақ өте сирек. Ал енді біреулер сол креслоға сеніп жаңағы көптеген жаманшылық жасауы мүмкін. Чиновник деп аталады ғой, чиновниктің өзі жаңағы жағымсыз сөз ғой, жаңағы кейде. Оның әртүрлісі болады деп айтып енді өмірде. Мынау елдің, мысалы мен сол үйдің хозяйыны, мысалы қандай екенін балаларының мінез құлқынан, жүріс-тұрысынан байқаймын. Или әйелінің. Өте бір сүмірейіңкіреп, бір басылып қалған әйелдер болса, көрсең сол хозяйын. Значит, күйеуі нашар. Сол сияқты ғой. Балалар да жаңағыдай жүдеп кеткен. Басқару. Мынау семьяның өзі бір мемлекет. Оны басқару. Мүмкін мемлекетті басқару кейде оңайда болу мүмкін семьядан көру. Сондықтан жаңағы мен содан байқаймын. Бір хозяйкалар болады. Соның үйіне келсем өтірік жаңағыларды жақсы көрген болып, жаңағы сөйтіп жаңағы хозяйын айту мүмкін. Ай, күл барынша, анау байқыс бұлай. Значит, ол оңашада жаңағы өздері үйінде, өмірде жағымсыз семьяға. Ал енді күліп жарқын, жарқын болса балалар жағалай өтірші, үйдің хозяйының дұрыстығы белгілі болады. Сол сияқты мынау чиновниктерінде, мысалы жаңағы басшыларында көкөніс өніп жатса, малы шұрқырап өніп жатса, халқы дұрыстап жатса, ол жақсы жағынан келген чиновник. Бірақ енді әрқайсысына мен ойлаймын, осы мынау өнерге жақын болмай, Мұхтар Әуезовтің тілімен айтқанда, өнерге жақын болмай, ол адамнан жақсылық күтуге болмайды. Қонаевтың да айтқаны бар, өзінің қарамағындағылар. Әрқайсың өнерменен тығыз байланысты болсаң, қызметің де жақсы жүретінін ұмытпаңдар деген тақылды. Қазақта жазылмайтын бір ауру бар. Келмейді, мінін айтсаң жаратқысы. Міржақып Дулатов осылай дейді. Осы қаншалықты біздің қоғамда қазір рас болып тұр? Кейде өзіміз сынды тағамыз ғой, сын түзелмейді, мін түзелмейді. Шынын айтқанда жалқаулықпен жаңағы талант екеуі ұштаспайды. Енді болады бір адамдар жалқаулау, но бірақ шебер, ол өзінің жұмысына. Оны қозғалту қиын, бір қозғалып кетсе, ол сол образға кіріп кетеді да. Сондықтан халықтың жалпы халыққа берген бағасы ғой, Міржақып Дулатовтың. Жалпы біздің өзіміздің табиғатымызда бар. Өйткені жеріміз кең, мәселені ұзаққа саламыз, кейінге қалдырамыз. Ешқашанда еш нәрсені кейінге қалдыруға болмайды. Бүгін жасамасаң, жаңағы кеш қаласың. Сол бізде ертең ғой деп сенатын елдер көп. Сол туралы айтқан шығар. Ертеңіміз көп. Уақыт кеңге саламыз. Мынау Европаның елдері, кейбір елдердің несінде жаңа бүгін жасайтын, ол бізде
Bir-birine senесің мысалы. Kengдік бар да, мен жасамасам сен жасайсың. Ал мынау только мен жасауым керек дейді бұлар. Ешкімге бермей, ешкімге сенбейді. Мемлекеттен күтпейді, мемлекетке мен не бере аламын деген. Вот біздегі жаңағы жалқаулық сонда жатыр енді, видимо, жаңағы. Ай, сен жасайсашы дейді, ертең кел дейді. Мен де бағана сендерге айттым ғой. Сол. Аға, ұстаздар жайлы айтып жатырмыз ғой. Сіздің өміріңізде өте үлкен орын алған өзіңіздің ұстаздарыңыз бар. Шәкен аға болсын, Османхан аға болсын. Осы ағаларыңыздың осы күнге дейін ұмытпай келе жатқан сөздері есіңізде ме? Ол қандай сөздер? Менің ұстазым Асқар Тоқпанов деген болды. Институт қабырғасында. Бері киноға келгенде, мен кинодан бастадым осы. Институтта оқып жүріп бастадым кинодан. Сондағы менің ұстазым Шәкен Айманов. Соның бір маған сол кинода жүргенде, киноға кішкене түсіңкіреп, содан мен арғы штатқа жүргенде Шәкен айтты бір күні. Ай бала, бұл актерға театр деген ең керекті орын. Актердің шеберлігін дамытатын, соны өсіретін театр. Сондықтан театрға бар деді. Соның тілін алдым. Дұрыс бопты. Бүгін бені театрда кетеді. Дұрыс бопты сол. Менің бірге оқыған курстастарым 59 жылы барды. Мен сөйтіп кешіңкіреп 64 жылы бардым театрға. Қазір ойлап алсам, уақытында келген екем, дұрыс келген екем деп ойлаймын. Өйткені негізгі шеберлікті шыңдайтын жер театр, лаборатория. Ал кино деген ол популярность, ол аудитория көп. Мені сендер өмірде көрмесеңдер де кинодан көресіңдер. Аға, мынау өзіңіз осындай талаптың арқасында, үлкен еңбектің арқасында бүгінде қазақ кино өнерінің, театр өнерінің биігіне шықтыңыз. Солай мойындайды, оған дау жоқ. Осыдан туындайтын сұрақ, осы шыққан биіктікті, шыққан халықтың берген атағын ұстап тұру, соған ие болу қаншалықты қиын тұлғаға? Жақсы. Сол жаңа Шәкеннің айтқан бір сөзі бар маған. Актерда жалпы адам баласында артында қорғасын болу керек деді. Атақ абырой жаңа бір жеткен кішкентай дәрежеге ұшып кетпей салмақ болу керек деді. Оны енді подтекст жатыр ғой. Мынау атақ абыройды ұстап тұру үшін де талант керек. Мысалы, мынау Олег Кошевой деген «Молодая гвардия» деген фильм болды. Герасим мастер. Соның өзінің студенттерін түсірді. Жас гвардияға. Соны Олег Кошевойды бір ойнады, Сергей Тюленин. Соны жаңа ойнаған, Олег Кошевойды ойнаған жұртке Сергей Тюленин, жаңа Гурзо деген актер. 18-де, 17-18-де. 18-ге келгенде екеуіне сталинстік сыйлықты берді, фильмдер үшін. 18-де. Содан 20-ға толғанда тағы бір фильм үшін екінші рет берді жаңа Гурзоға. Анау Олег Кошевой жаңа жас жігіт бір жынданып кетті. Шығып жынданып кетті. Мынау Сергей Гурзо ішімге салынып, бұда сондай тағдырмен кетті. Мінекей, өзі анау ұстап тұра алмай сол бір жетістім. Елдің жаңағы алақанында, көзінің алдында сол көтер алмаушылық деген бізде де мол болды. Бізде де көбісі кетіп қалды. Сол жаңағы сыйға атақ деге шыдамай. Оған шыдап тұру өте қиын, мен енді өз басымдан білем. Мысалы, Қыз-Жібек пен Атаманның ақыры бір жыл шықты, 70 жылы. Жарқ етіп екеуі шыға келгенде мен жүргізбеді көшеде. Ал енді соған солай екен ғой деп, не жаңағы бір-бірінде жаңағы ресторан не анау болады ғой, арасында қойды. Ауылға келсең жаңағыдай. Соның бәріне басымды соған беріліп кетіп, дандайсып кеткенде, мен уже сіздердің алдарыңызда отырмасам. Аға, мынау айтып қалдыңыз, өзіңізде сөздеріңізде айтып жүрсіз,
балам құл болмаса екен деп қорқамын деп. Бұл дегеніңіз еліміз біреуге жалтақтамасын дегеніңіз ғой, е? Ол сөз кең айтылған сөз ғой, құл болмаса екен. Ол шет жаққа, өзіңнің жүрген ортаңа, қазақша айтқанда, соған еліңе де, үйіңе де соған хозяин бол деген сөз ғой, өзің. Әр адам солай түсініп, әр адам солай болса, онда жетістік болады. Аға, мұнау қазақ өзін-өзі жалқау деп, кертартпа қылықтарымыз көп деп, кешігіп келеміз деп ылғи өзімізді өзіміз көп төмендетіп жатады. Жалпы осы қалай ойлайсыз, пессимизм қаншалықты дұрыс? Енді пессимизмнің жақсылығы жоқ. Ал енді өзін-өзі қамшылау ол, Абайдың тілімен айтқанда. Өзін-өзін қамшыла дейді. Мен неге анадан кеммін? О сонда дұрыс болады дейді. Ал енді анада бар екен, біреудің жаңа қызғанышпен қарау, оның бәрі жақсылыққа әкелмейді. Сондықтан жалқау дегенмен, мен мысалы бір басқа ұлттың ортасында отқанда өз қазағымда мысалы осындай деп айтпаймын. Жалқау наоборот, сол біздің дарынды халық, далада өскен, кең мінезді, бұл мінезді жақсылық жағын айтамыз да. Бұл енді жаңағы естесіп нәрсе. Асанәлі айтып қалдыңыз ғой, Абайдың сөзі деп. Сол Абай тағы айтады, арсыз болмай атақ жоқ, алдамшы болмай бақ қайда. Бүгінгі қоғамда осы сөз қаншалықты өзекті? Қулық, сұмдық, арсыздық жақсыға әкелмейтіні ол белгілі. Бірақ осыда тағы өмір сүру өте қиын. Мысалы, мынау бас орындағы чиновниктердің көбісінің өтірік айтатыны мені қинайды. Өтірік алдайды, иә болады дейді, болмайды. Сол жаңағы сондайлар. Сөзінде тұрмаушылық, осының бәрі кемістік әкеледі. Өмір сол, біреулер жағынады, біреулер бер жағынан бір жағымды адам болады, маска. Өмірде біреудің алдында бір басқа, ондай адамдардың талайын көрдім. Қазір де көріп жүрмін. Маска, өтірік, өсек, алдау, арбау. Ал енді актерға шынайы. Осының бәрі жараспайды. Осының бәрі келмейді. Ол бір алдайсың, екінші қолға түсесің ғой. Соңғы сұрақпен қорытындылайық. Абай айтады, мақтан қума, керек қу дейді. Мақтан қума, керек нәрсені қу дейді. Иә. Енді мақтаншақтық жақсылыққа әкелмейді. Біреу мақтап атса да, мысалы, бірақ сол бұлай мақтау мүмкін, бұлай мақтау мүмкін. Ал енді халық айтса қалып айтпайды. Мысалы, халықтың жақсы көруі бар. Халыққа жақсы көрінем деп бір нәрселерді жасайтындар болады. Мысалы, қайта-қайта телевизияға шығып, қайта-қайта бір нәрсе концертке қатысып, бірақ қанша көп қатыс, қанша көп айт, телевизиядан шық, той басқар, танымал бол. Это значит, такой үлкен мастер. Танымал, мысалы, баяғыда неде Көкбазарда бір дядя Володя деген болады, елді қорқытып жүреді, кішкене психический деген ғой, қайық деп. Соны Алматыда білмейтін адам болмайды, дядя Володя. Ол енді танымал, бұл басқа танымалдық. Сондай танымал болуға болмайды. Әлгі осы ұмтылып халыққа знаменитый болам деп ұмтылатын біздің арамызда ондайлар да бар. Мысалы, бірақ халық дұрыс бағасын орнына қояды, береді. Ол енді жеке-жеке мүмкін жаңағы не болуы мүмкін, адам жеке-жеке. Ал енді общий халық болғанда, мінекей ұлы ол. Оның өзінің ортасынан бір ой шығады, сен туралы. Мені қалыптасады. Сондай неге іліккен адам, оны сен біреулер жамандап жатыр ма, біреулер тағы бірге жазып жатыр ма, онымен оны ала алмайды. Ол уже орбитаға шығып алған. Өзінің еңбегімен. Рахмет аға, бүгінгі салиқалы сұхбатыңызға. Тұлғатану жобасының арнайы альбомы бар. Тау тұлғалардан жастарға тілек деп аталады. Бұның ішінде өзіңіз секілді қазақтың әр саласының майталмандары
жастарға тілегін жазып қолтаңбасын қалдырған. Бүгін Ақжайықта Атыраудың төрінде Асанәлі Әшімовтің тірі аңыздың жастарға деген тілегі мен қолтаңбасын көргіміз келеді. Ойбай. Құрметті достар, бізде тұлғатану жобасында қонақта болған театр, кино өнерінің майталманы Асанәлі Әшімов. Аман сау болыңыздар.